Мына қазақта Әмір Темірге қатысты әңгіме көп, бірі жақсы дейді, бірі жаман дейді. Ел не десе, о десін, біз Мәшһүр Жүсіптің айтқанын айтайық. Әулие былай дейді, қазақ жұртында бір сөз бар: ерден нәзір тимей, есек базарға делдал болуға жарамайды дейді. Оның мәнісі кім болса да әулиелердің жәрдемі тиіп, қолдау арқылы кісі болады дегенді айтып отыр. Бұрынғы заманда Бұхара шәріпте бір құтып әулие болған екен. Сол әулиенің ер жетіп қалған азамат баласы бір жаман іс істеген жерде жаңағы Бұхараның қанының ақтаяқтары ұстап алып патшаға алып бармақшы болғанда ішінде біреу айтты дейді: ана құтып әулие бізді қарғап жүрер, баласының ісін білмей, бірінші өзін апарып алдынан өтейік деп. Сосын жарайды деп баланы атасына алып барды дейді. Бала қылғаның рас па деп жаңа әкесі сұраған кезде танбай мойнын алып рас деп айтты дейді. Сонан соң құтып айтты дейді: мұны бүгін маған өзіме қалдырып кетіңдер, ертең қолдарыңа беремін деп. Сосын ақтаяқтар кетісіменен құтып басын төмен салып отырып 40 шілтенді шақырып алды дейді. Солармен ақылдасты дейді. Бұқараның осы тұрған қан өлген кезде орнына хан болады деп қолдап қолпаштап жүрген кісілерің бар ма, алып келіңдер деп айтты дейді. Сөзсіз 40 шілтенің 15-і сол тұрған ханның баласын қолдап жүреді екен. Қалған 14-і бір қазының баласын қолдап жүреді екен да. Ал енді қалған соңғы 11-і Әмір Темірді қолдап осы хан болады болашақта деп жүреді екен. Әмір Темір деген өзі самарқандлық Қыпшақ деп жазыпты Мәшһүр Жүсіп. Әмір Тағай батырдың баласы екен дейді. Бұқарада оқып жүрген кез екен. Осы жөнін шақыртып алдырады екен. Сонымен әуелі 15 шілтен жаңағы ханның баласын құтып қалып келді дейді. Құтып ханның баласын оңаша алып: мынау отырған менің жалғыз балам, осындай жаман іс қылды, өз мойнына алды, осыған не берасың деп айтты дейді. Ханның баласы отырып: өзіңіз білесіз тақсыр деп айтты дейді. Өзім білген нәрсені сенен сұрайтын ба едім, кет көзіме көрінбей жоғал деп қуып шықты дейді. Сосын екінші жаңағы 14 қолдап жүрген қазының баласын әкелді дейді. Оны да оңаша алып жаңағы ханның баласын айтқанын айтты дейді. Тақсыр шариғат біледі ғой деп айтты дейді. Шариғаттың жұмысын сенен сұраушы ма едім, шариғаттың иесі сен бе едің, отырма жоғал деп оны қуып шықты дейді. Сонан жаңағы соңғы 11-і Әмір Темірді алып келді дейді. Әлгі екеуіне айтқан сөзді құтып осыға Әмір Темірге айтты дейді. Сонда Әмір Темір: сіздей жақсының баласы мұндай істі қылған болса, өз мойнына алса, атадан туса игі, ата жолын қуса игі, ата жолын қумаса барынан жоқ игі деген. Мұның төресі осы сөзді ұшып тұруға құтыптың анандай жерде ілулі тұрған қылышын жалма-жан суырып алып баланы көк желкесіне бір-ақ жатты дейді. Құтып: әпірен қолыңа рахмет сені тапқан қатынға деп 40 шілтенді шақырып алып: жай қолдарыңды беріп мынаған батыларыңды, балам аяғың жеткенше жүр, қолың жеткенше тұт, дүниенің 4 бұрышын қарышта, бетіңе жан келмесін деп батасын берді дейді. Міне қайратты ердің жұмысы халыққа әшкере қылмай, жұртқа масқара қылмай, көпке өлтірткенше өзің өлтір деп өлтіріп те салды. Осы қан болады деп айтты дейді. Әмір Темірдің әмір болып жүрген әулиелердің нәзірі түскен екен, 40 шілтен ғайып ерендер қолдаған екен деп Мәшһүр Жүсіп осы оқиғаны баян етіп отыр.